Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге бисквитный торт пісіретін боламын. 4 ақ жұмыртқадан пісетін бисквиті вафельный коржбен сливкисіз өте дәмді торттардың бірі. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бірінші жұмыртқаны миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаны миксерлейтін ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы керек. Жұмыртқамыз салқын болу керек. Яғни холодильниктен шыққан сөгөзде жұмыртқамыз жақсы көп пішетін болады. Жұмыртқаны миксерлеп отырып, жанынан қантты салып отырамыз. 50 граммнан салып отырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Әппақ көпіршік болғанша. Миксерленген жұмыртқамызға үй температурасындағы сары майды салып, тағда 2-3 минут миксерлейтін боламыз. Миксерленген жұмыртқамыз бен сары майымызға разрыхитель мен ұнды шетінен салып отырып, бірде масса болғанша тағда 2-3 минут миксерлейтін боламыз. Бисквитіміздің қамыры қатты сұйық болмайды, қатты қою болмайды, орташа қоюлықта болады. Бисквитіміздің пісіретін диаметрі формамыздың 22 см болу керек. Астындағы пергамент, менгі көп қолданатын пергамент. Егерде сіздер қағаз пергамент қолданатын болсаңыздар, қағаз пергаменттеріңіз паклан болатын болса, онда сұйық май жағудың қажет жоқ. Егерде басқа пергаменттер болатын болса, онда міндетті түрде астына сұйық май жағыңыздар. Өйткені бисквиттеріңіз жабысып қалуы мүмкін. Қызып тұрған пешке 200 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Егерде пештеріңіз қатты қызатын болса, онда 180 градуста пісіріңіздер. Егерде орташа қызулықта болатын болса, онда 200 градуста пісіріңіздер. Бисквитіміз 15 минутта пісті. Пештен алып 10 минутқа суға қойып қойдым. 10 минут өткеннен кейін пышақтың көмегімен жан-жағын жайлап үстіп формадан ажыратып аламыз. Бисквитіміз формаға да жабыспайды. Осылай пышақтың көмегімен алатын болсаңыздар, пергаментке де жабыспайды. Осындай пышный, күшті 2 жұмыртқадан піскен бисквитіміз осындай күшті, пышный болып көтеріліп пісетін болады. Енді екінші бисквитіміздің коржын пісіретін боламыз. Тура бірінші дегендей салқын жұмыртқамызды миксерлейтін боламыз. Жанынан қантты салып отырып, әппақ көпіршіген кезде сары май саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Сары май салғаннан кейін одан кейін ұн мен разрыхительді салып отырып, бірде масса болғанша тағы да жақсылап миксерлейміз.
Миксерленген қамырымызды формаға салып, тегістеп, тура бірінші бисквитті пісіргенде 200 градустағы пешке 15-20 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміздің піспегенін ағаш шпажкамен тексеріп отырамыз. Егерде шпажкаларыңыз құрғақ болып шығатын болса, онда бисквиттеріңіз піскен. Менікі тағы да 15 минутта пісті. Екінші бисквитім осындай пышный, күшті болып пісетін болады. Екі бисквитіміз де бірдей болып піседі. Биіктігі. Бисквиттерімізді суға қойып қоямыз. Енді вафельный корж пісіреміз. Менде жұмыртқам кішкентай болғандықтан мен 2 жұмыртқа қолданатын боламын. Егерде жұмыртқаларыңыз үлкен болатын болса, менікінен онда бірақ жұмыртқа қолдансаңыздар болады. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз бірінші. Екі жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып алдым. Енді осы ақ уызды миксерлейтін боламыз. Миксерлеген кезде жанынан қантты салып отырып миксерлейміз. Сол кезде жұмыртқамыздың ақ уызы әппақ пенка болып миксерленетін болады. Миксерленген көлемі 2-3 есе үлкею керек. Ақ уызбен қанты миксерлеп болғаннан кейін үй температурасындағы сары майды салып, тағы да 2-3 минут миксерлейтін боламыз. Миксерленген сары майымыз бен ақ уызымызға онды шетінен салып отырып, бірдей масса болғанша тағы да 2-3 минут миксерлейтін боламыз. Менің қамырым дайын болды. Осы қамырды менде көп қолданатын пергамент. Осы пергаментке жартысын салып, бірдей қылып тегістеп төсеп, пергаменттің үстіне қызып тұрған пешке 180-200 градустағы 5-6 минутқа салып аламыз. Қамырымыз өте жұқа төселгендіктен тез пісетін болады. Пешті қарап отыруларыңыз керек. Күйіп кетпесі үшін өте тез пісетін болады. Вафельный коржымыз піскенше крем жасап қоятын боламыз. Менікі магазиннің қаймағы. Қаймақтың барлық түрі болады. Қаймақтың 3 қасығын саламыз. Қаймағымыздың үстіне сгущенка саламыз. Сгущенкамыз қайнатылған болу керек. Қайнатылған сгущенкамыз варенка болу керек. Егерде басқа сгущенка салатын болсаңыздар, бірден тортыңыздың дәмі өзгеріп кететін болады. Міндетті түрде именно осы вареная сгущенка варенка болу керек. Сол кезде торттарыңыздың дәмі өте дәмді, ерекше дәмді болады. Сгущенкамыздың барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Креміміз бірдей масса болғанша қасықтың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз.
Кремimiz дайын болды. Вафельный кожамыз піскенше кремimizni холодильникке салып қойсақ болады. Вафельный кожаның екеуін де пісіріп алдым қыздар. Егер де сіздердің вафельный кождарыңыз піскен кезде осындай хрустящий болып қатып тұрмаған болса, морозилкаға 2-3 минутқа салып алсаңыздар, кождарыңыз қатып қалатын болады. Енді осы кождарды қолдың көмегімен үгітіп аламыз. Вафельный кождарыңызды үгіткен кезде қатты майда қылып жібермеңіздер. Майда болатын болса, торттың бетінде әдемі көрінбей қалатын болады. Мына қыздар, екі кожамда бірдей, биіктігі 2-3 сағатқа суға қойып қойдым. Енді кождарымыздың ортасынан бөліп аламыз. Бірдей қылып ортасынан кесіп бөліп алатын боламыз. Екі кожды да бөліп алдық. Енді торттарымызды жинаймыз. Сүтке 1 қасық қант салып, жақсылап араластырып алдым. Енді осыны кождардың бетіне сироп құятын боламыз. Әр кожға 1-2 қасықтан или 3 қасықтан ғана құйсаңыздар болады. Кожымыз жұқа болғандықтан көп құюдың қажеті жоқ. Крем жаққан кезде де 1-2 қасықтан ғана салып жақсаңыздар болады. Өйткені тортымыздың кожы қатты биік емес, жұқа болғандықтан тез сінетін болады. Сондықтан 2-3 қасық сироптан 2-3 қасық кремнен жағып отырып тортымызды жинаймыз.
кремімізді түгелдей жағып шықтық. Енді вафельный коржымызды да түгелдей жабыстырып, креміміздің сыртына, жан жағына, үстіне жабыстырып шығамыз. Көптен жабыстырудың қажет жоқ, өстіп аз-аздан жабыстырсаңыздар түгел жететін болады. Бірінші жан жағына жабыстырып алған дұрыс, сосын қалған вафельный корждарымызды үстіне себе саламыз. Міне қыздар, тортты өте тез жинап алдық. Бұл өте дәмді торттардың бірі. Егер де отбасыларыңызға жасап беретін болсаңыздар, жолдастарыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Өйткені бұл өте дәмді торттардың бірі. Тағы да қайталап айта кетейін. Видеоны аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде маған подписаться етіңіздер, комментарий жазып отырыңыздар, лайк қойып отырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрап отырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздермен бірге болған Алима.